Қалайсыңдар? Ашыкөштің сабағын қарап жатырмыз. Осылай сабақтан келесіп, сабағын қарауға кірісіп кетті. Далада жаңбыр, міне әрең кеттік. Вот, жаңбырлатып үйге келіп алдық. Асылкө келесіп сабағын қарап жатыр. Давай, математиканы бастадың ба? Мен және мынаны жазып тұрғанын қараңдар. Мынаны мен баяғыда жазып мен мынаны жаздым. Қане мынаны? Иә, мына 6 деген цифр өтіп жатыр осылай. Мен кеше 5, 4 солай өткен. Енді бүгін 6 цифрын өттік, есеп шығардық, мынаны жазып тастадық. Иә, мынаны істедік, иә? Келесі. Енді тоже математикадан осындай 6 санының құрамы. Одан аздан жеп болады. Дұрыс. Енді 6 тұрады. Одан астамыз бесі 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой, 5. Онда 1. 6-дан 5 азайтсам 1 болады, дұрыс. Енді 6 тұрады. Одан қосамыз не 3-тен қосамыз, сонда 6, иә? Иә. 3-тен қоспайсың, сол кезде 6 болады. 0 дегенде ештеңе жоқ қой. 6 тұрады. 6 не? 6 тұрады. 2 6 тұрады. Одан азайтамыз 6. Енді 6. Хадақ 0. 6-дан 6-ны алып тастайсың, 0 болады, дұрыс айтасың. 6 алман тұр. Одан 6 алманы бірақ Алиханға беріп тастадың. Сонда сенден 0 алма қалды. Дұрыс. Нет. Мен жақсы тұрғандықтай біз осыған қойдымыз. Так, 6 тұрады, оған қосамыз 1. Болады 6. Қосу емес қосылай? Азайты. 1 азайтамыз 4. Неше? 6-дан 1-ді азайтасың. 1-ден азайтамыз 6. Жоқ, асықпа. 6 алма тұр. 6 алма тұр, одан азайтамыз 1. Неше алма? Вот, 5 алма қалды. Енді 5 тұрады. 5 одан оған қосамыз 1 болады 6. Дұрыс. 6 тұрады. Одан астамыз 6, иә? 6 алма тұрады, бірақ 6-ның біреуін де берген жоқсың Алиханға. Өзінде қалды бәрі. Сонда сол 6 алман қалады. Осылай мыналарды бітіріп тастадық. Енді келесі түсіп қалған санды тап дейді. Сол сияқты ғой енді асады. Почти. Не? 2 шығу, 6 деген цифр шығу үшін 2-ге нешені қосасың? 2-ге қосамын. 2 тұрады, оған қосамын. Нешеді қоссаң 6 шығады? 4. 4-ті қоссаң дұрыс айтасың. Келесі. 6 тұрады, одан астамыз 6 астамыз ондан 0. Азайтасың. Жоқ, тұз. Міне, 6 цифрдан нешені алып тастасаң 4 цифры шығады дейді саған. 6 сасағанды. Сен санағышын неге алып келмейсің? 6. Осыдан 4 шығу үшін қандай цифрды алып сол керексің? 6. Жоқ. 6 цифр тұр. Қолымды. Міне, 6 цифр тұр. Міне, осыдан сен 4 деген, мына сан шығу үшін, міне, 1, 2, 3, 4 деген санда шығу үшін, осы сан шығу үшін, нешені алып тастайсың? 2-ді. 2 цифрды, иә. 2 саусағыңды алып тастайсың. 2 деген цифрсын. Мен бұқыдың ба? Анадың сап берем саған, е? Келесі? Енді 6 шығу үшін, не 1 тұрады, оған қосамын 4.
Жоқ, 4-ке 1-ді қосса неше болады? 4-ке 1-ді қоссам 5 болады. Әй, тос. Сол үшін 4-ке қоспайсың. 6 шығу үшін қолында ал, 6 сасағында ал. Осыдан 6 деген цифр шығу үшін бір санның на цифрға неше цифрды қоссаң 6 шығады. Жоқ, мынауын жапшы. Мына бір цифр тұр. Көріп тұрсың, не бір деген цифр тұр. Осы бір цифрға қандай цифрды қоссаң 6 деген сан шығады, 6. Иә, вот 5 саусағыңды қосып тұрсың, есептеу керексің ғой. Вот осылай. Міне. Осылай деп 6 деген цифрды шығардық біз. Жаздық. Қалихан жүр, иә. Келесі бізде математикадан жазып садық, иә? Және емінен жазып садық. Математикадан жаздық. Қазір кітабын қараймыз. Вот енді әліппе бар. Мына жерде бар сені. Міне мына тұр. Наны жазамыз қазір, наны жазамыз. Е, тағы да. Сосын р деген әріп өт. У өттіндер ғой. Міне уды жазыпсың. Не, әдемі жазыпсың. Молодец. Еще не рөт деп бітпепсің. Ауа деп жазу керексің. Наны еще, е? Әліппеден еще оқу берген шығар. Давай, баста. Әліппеден еще оқу берді ме? Жаза ғой. Не қазір математикасы. Математикадан да берген шығар. Қазір апай берген тапсырмаларды қарайық. Жіберген. Пока что басталғандарын жазып жатырмыз біз.